Мен Алматы облысында 1940 жылы ауқатты отбасында дүниеге келдім. Арғы аталарымыз діни сауатты, сол өңірге әйгілі үлкен молда болған. Көздері ашық, жазу-сызудан хабары бар кісілер болған екен. Әкем де сондай еді. Осы себепті біз де жастайымыздан хат танытып, ілім-білім алуға, көзіміздің ашық болуына барын салып, тәлім-тәрбие берді. Отбасымызда әжем, ата-анам, 2 ағам, мен және 2 ініммен 8 жан едік. Әкем соғыс ардагері. Немістермен соғыста сол аяғына снаряд жарықшығы тиіп, госпитальда біраз жатып, ағашқа сүйеніп, аяғын сылтып басып, елге оралған екен. Ол кезде мен шамамен 4 жастағы, енді ғана ес біліп келе жатқан бала едім. Келген соң мал қарап, соны көбейтіп, ағаларымен мал шаруашылығында еді. Әжем мен анам бие сиыры сауып, үйден ағарған мен ет үзілмейтін тоқшылықта өстік. Мен жастайымнан білім құмар болып, ержеткен соң да жоғары білім алып, мамандық иесі болдым. Өз ана тіліммен орыс тілінде еркін сөйлейтінмін. Бойым ұзын, шашым мен қасым қою, етім тірі, сөзшен келісті жігіт едім. Сымбатыма қарай жігіттің төресі болып, жас уағымда талай қыз қырқын жүрегін жаулап, серлік құрып жүрдім. Кейін әкемнің арқасында ауылдағы совхоздың бас есепшісі болып қызметке тағайындалып, жақсы жұмыс істеп жүрдім. Жасым 27-ге келгенше қыз таңдап үйленуге асықпай жүріп қалдым. Екінші ағам үйлі баранды болып, өз алдына отау тігіп бөлек шыққаннан кейін әке-шешем: «Қашанғы осылай жүре бермексің? Саған кез келген қыз қуана тұрмысқа шығар еді. Бұл маңайда өзің секілді білімді, қызметі бар, жағдайы жақсы жігіттер кем-де-кем. Бір шүйке басты тауып ал да үйлен. Болмаса кейінгі інілерің сенен бұрын үйленіп алады», деп қолқалай бастады. Ал мен сол баяғы қиялымдағы ұзын бойлы, қыпша белді, қасы қиылған бота көзді, ерні шиедей, аузы оймақтай, қолан шашты аруды кезіктіріп қаламын ба деп жүре бердім. Осылай жүргенімде бір күні әкем: «Тәкіш, кезекті демалысында оңтүстікке тұратын бір досыма қонаққа барамыз. Жол ұзақ, онда бірнеше күн боламыз. Сондағы дос-жаранды аралап қайтамын. Сен менімен бірге барасың. Ел көріп қыдырып демалып келесің. Ақырындап жолға жинала бер», деді. Біз үшін әкемнің айтқаны заң. Мінезі қатқыл, көп сөйлей бермейтін, бірдеңе айтса да нық шешіммен айта салатын. Содан ол кісінің бұйрығын амал жоқ орындайсың. Ана мен әжем де әкемнің қас-қабағына қарайтын. Анам әкемнің жанарынан барын ұғып, оған мүлде қарсы келіп, бір ауыз сөз айтпайтын. Содан кезекті демалысымды алып, әкем екеуміз оңтүстікке қарай, қазіргі Түркістан облысы Шымқаланың маңындағы әкемнің соғыста бірге болған досының ауылына қарай сапар шектік. Бір күн жүріп, әкемнің досының ауылына да жеттік. Бұл жаз мезгілі болатын. Таң атпастан күн деген шыжып қайнап тұр. Сабырхан әкейді ол аумақтағылардың барлығы таниды екен. Сұрастырып бір үлкен дарбазаның алдына келік. Қақпаны бір бойжеткен ашты. Әлгі қызға қарап аузым ашылып тұрып қалдым. Тура менің қиялымдағы, арманымдағы ару еді. Реңі келіскен, ақ құба жүзді, ұзын бойлы, қыпша белді, қос анары діркілдеп көзге ұрып тұр. Қиғаш қас, шие ерін оймақ ауыз, қолаң шаш бөксесіне дейін түседі. Көзім рентген құрылғысы секілді қас қағым сәтте әлгі бойжеткеннің барлық төр тұлғасын сұқтана қарап өттім. Күмілжіген ботадай көздері бар болмысы жүрегімді дір еткізді. «Сәлематсыздар ма? Қош келдіңіздер», деп біздің кім екенімізді де сұрамастан үлкен үйге қарай бастап жүре берді. Дауыс қандай шіркін, жібектей-ау. Мен қыздың соңына қарай, одан көз алмай әкемелесіп, аяғым шалынысып, құлай жаздап жүре бердім.
Әлгі сұлу маған қарап, мені мына түріме жымыңдап күліп қояды. Мен сонда да қысылмаймын. Оған қарап бір көзімді қысып қойдым. Алғаш әкем оңтүстікке барамыз дегенде іштей келгім келмей, амал жоқ әкеме қарсы келе алмай бірге жүріп едім. Енді мына аруды кезіктіргелі мені Құдайдың өзі алып келді-ау дедім іштей. Есік ашыла бере ар жақтан. «Сәбеш, ол кім екен?» деп бір әйел кісі шықты. Сөйтіп еді әкем: «Амансыңдар ма айналайын? Сабырхан қайда? Досымды іздеп келіп едім ғой», деп еді ішкі бөлмеден. «Оу, досым-ау, сен бе едің?» деп еңгезердей бір қара кісі атып шыға келді. Сөйтіп әкемді бас салып құшақтап: «Сені де көретін күн бар екен ғой, хабарсыз кетіп едің. Не өлі, не тірі екенді біле алмай қалдым ғой», деп көзіне жас алып, әкем екеуі сағынысып көрісті. Кіреберіс бөлмеде әйел кісілер бала-шаға қаптап кетті. Барлығы бізбен сәлемдесіп, қолымыздағы сөмкелерімізді алып, бірі құман, тегеш әкеліп қолымызға су құйып, төргі қонақ бөлмеге әп-сәтте көрпеше салып, дастархан жайып, абыр-сабыр болып кетті. Әкем мен Сабырхан әкей бір-бірін қайта-қайта құшақтап, арқаларын қағып, шүйіркелесіп кетті. Сабырхан әкейіміз осы арада бір жігіттерге: «Семіз қойдың бірін сойындар, қазан асындар, Алатаудың бөктерінен алыстан досым іздеп келіпті», деп бұйрықты беріп қойды. Әлгі жігіттер «Жақсы көке» деп жылдам басып шығып кетті. Терезеден сыртқа қарасам, аула ішінде 2-3 әйел, бойжеткен қыздар арасында сыңғырлап күліп бізді қарсы алған әлгі сұлу да жүр. Ішімнен: «Бұл үйде қанша адам тұрады екен?» деп қоямын. Әлде туыстарым екен? Әлгі бойжеткен кім болды екен? Жұмбақ бойжеткен осы үйдің қызы ма екен? деп бар ойым әлгі қызда еді. Әне міне дегенше әкейдің осы жердегі біраз туыстары мен құрдастары, бір-екі көршілері жиналып, дастархан басына адам қарасы көбейіп кетті. Барлығы әкемен амандасып, қал-жағдай сұрасып жатыр. Сабырхан әкей, әкем жайлы екеуінің соғыстағы ерліктері жайлы аңыз әңгімелерінің арқасында әкемді сырттай мұндағылардың барлығы біледі екен. Молдаш досы келді дегенді естіп, әкемді көріп амандаса кетейік деп келген екен. Сөйтіп бір-екі сағатта алдымызға ыстық бауырсақ пен қуырдақ та келді. Осы жерде әкем біраз сөйлеп, мені барлығына таныстыра өтті. Сонымен қатар досымды көріп, қазақтың салт дәстүрін берік ұстанған өңірден ұлыма қалыңдық іздей келдім дегенде әкеме таңданысты жүзбен жалт қараппын. Ал Сабырхан әкей болса: «Өй, Молдаш екеуміз соғыстан аман-есен елге оралсақ, достығымызды берік ету үшін құда боламыз демеп пе едік? Тура уағында келдің, бой жетіп отырған қыздарым баршылық, арты тойға ұласын», деп әкемді қолпаштай кетті. Менің ойым сан-саққа кетті. Әкемнің іштей маған қатысты өз жоспары болған екен ғой, мені босқа ертіп келмеген екен ғой. Дегенмен әлгі сұлуды жар етіп берсе, қарсы болмас едім деп іштей көңілім бір толқып, терезеден аулаға қарап, қиялымдағы аруымды, болашақ жарымды іздеп қарағыштай бердім. Жұмбақ қыз не болса да осы үйдің қызы болар деп көкейімде. Жұмбақ қыз осы үйдің қызы болар деген сезім кернеп, үміт сәулесі жарқ ете қалды. Түскі ас ішіп болған соң келген адамдар тарқасып, адам аяғы да басылып қалды. Сабырхан әкей мен барлығымыз аяқ жазып Тоқбасарға сыртқа шықтық. Әкейдің ауласы кең екен. Бір аулада осы үлкен үйдің арғы жағында және 3 үй орналасқан екен. Бау бақшасы жайқалып тұр. Үйдің жанында бөлек қоршалған ұзыннан ұзақ мол мал қора салыныпты. Ол жаққа кіретін дарбазасы да бөлек екен. Есік алдында жүзім жемісі қайырыла өсіп тұр. Астында биік тапшаны бар. Жанынан арықтың суы
сылдырлап ағып жатыр. Әкей осының барлығын аралатып таныстырып болған соң тапшанға көрпеше салғызып жүзімнің көлеңкесінде жантайып жатып әкем екеуі әңгімелесе кетті. Мен мына ыстықтан терлеп тепшіп мазасызданып отыр едім. Әкей маған қарап: «Тәкіш балам, жуынғың келсе бақша жақта душ бар», деді. «Сәбира!» деп айқайлап әлгі жұмбақ қызды шақыра бастады. Көп күттірмей сұлу қыз да жүгіріп басып дереу жанымызға келіп: «Ау әке!» дегенде іштей қыз екен ғой деп жаным жайланып қалғандай болды. Сәбираның екі беті алаулап, көзін қырымен жымиып маған қарап қояды. Оны көрген сайын жүрегім дүрсілдеп, кеудеме сыймай кететіндей. «Сабырхан әкей, мына тәкішке орамал беріп, душты көрсетіп жіберші», дегенде өз сөмкемде қажетті заттарының барлығы бар. Өзім барып алайын, деп орнымнан тұрдым. Сәбира үйге қарай жол бастап: «Сөмкеңіз қонақ бөлмеде, жүріңіз», деп алдыма түсті. Мен артынан ілесіп келе жатып, оның бөксесіне түсіп бұрандап бара жатқан бұрымына көзім түсті. Ыстық самалмен одан аңқыған жұпар иісін құшарлана иіскеп келемін. Қаншама қыз қырқынды көрсем де, мына Сәбирашқа ерекше көңілім ауып, ғашық болдым десем де болады. Сөйтіп қонақ бөлмеге кіріп, сөмкемнен жуынатын заттарымды алып, сыртқа шыққан соң Сәбираш үйдің арт жағында бақша маңында тұрған душты көрсетіп: «Бөшке толып тұр, байқаңыз, су ыстық болып күйіп қалмаңыз», деп тырқылдап күлді. Сыңғырлаған күлкісі құтты қыдығымды келтіріп жібергендей. Мен: «Суын қалай ағызамын, көрсетіп жіберсеңші», деп екеуміз де душқа кірдік. Ол қолын созып жоғарыдағы бөшкенің су ағызатын жерін ашып жатыр еді. Мен белінен қапсыра құшақтап алдым. Қосанары кеудемді керіп, өзіне ынтықтырып барады. Екеуміз екі жарты бір бүтіндей болып, жүрегіміз дүрсілін естіп тұрғандай едік. «Сондай сұлусың, Сәбираш, бір көргеннен жүрегімді жаулап алдың», деп едім. Ол: «Ой, не істеп жатырсыз, қойыңызшы», деп екі беті алаулап жымия қолымды белінен қағып жіберді де жүгіре басып кетіп қалды. Мен бұл қыздың жанында өзімнің іс-әрекетіме есеп беруден қалып бара жатыр едім. Осы ару мені жарым болады деп, оның қыпша белі мен аңқыған жұпар иісіне масайып қала бердім. Сөйтіп, аздан соң есімді жиып, жуынып, шайынып, біраз сергіп, әкемдердің жанына келсем, екеуі терлеп тепшіп, көк шай ішіп, шүйіркелесіп, әңгімелесіп отыр екен. Түс ауа бастаған уақыт еді. «Сабырхан әкей, кешке бүкіл отбасым жиналады, сол кезде барлығымен таныстырамын», деп айтып жатты. Мен суға түсіп алған соң бойым жеңілденіп, маужырап жатып, көзім ілініп кетіпті. Бір кезде жылқының кісінеген, сиыр қойды маңырап, мөңіреген дауыстарынан оянып кеттім. Қарасам, кеш болып қалыпты. Мал өрістен қайтып жатыр екен. Жанымда әкемдер әлі әңгімелесіп отыр екен. Аулада ошақ жақтан еттің иісі бұрқырап шығып жатыр. Ол жақтағы әйелдердің арасынан сұлу қыз көрінбейді. Менің түстегі ісімнен кейін ұялып жүр ма, өзім де бекер өттім-ау деп өз ісіме ыңғайсызданып, ойланып қалдым. Осы кезде қақпа сарт етіп ашылды да, салт атты біреу кіріп келді. Шамалы қараңғы түсіп қалғандықтан бет-бейнесі анық көрінбеді. Жаңа үйретілген асауат екені көрініп тұр. Ауыздығын шайнап, аспанға шапшиды. Үстіндегі жігіт мықты екен. Тақымын қысып алып, аттың ауыздығын кері ұстап алыпты. Асау қанша бұлқынса да былқ етпеді. Осы кезде әкей: «Өй, балалардан ары гүміш, байқасаншы, арғы дарбазадан кіргізбейсің бе?» «Болат, ей Болат, аш ана қораны», деп айқайлап еді. Бір жігіт жүгіріп келіп, ар жақтағы қораның есігін ашып, салт атты сол жаққа қарай атымен алысып, жотасынан қамшымен осып-осып жіберіп, қораға қарай шауып кетті. Әкем: «Аттың үстіндегі жігітің мықты екен, ұлым ба?» деп еді. Әкей қарқылдап күлді.
Қазір көресің, таныстырамын, асықпа молдаш. Қазір дастархан жайылсын, кешкі астың үстінде отбасымның барлық мүшелерімен таныстырамын. Ұлына қалыңдық жайында сөйлесеміз, дегенде ару қыздың бейнесі көз алдыма келе қалды. Осы кезде әлгі шабандоз да жанымызға келіп, амансыздар ма, қош келіпсіздер, дегенде әкем екеуміздің таңданысымызда шек болмады. Осы кезде әлгі шабандоз да жанымызға келіп, амансыздар ма, қош келіпсіздер, дегенде әкем екеуміздің таңданысымызда шек болмады. Жаңағы асаудың үстіндегі қыз бала екен. Сабырхан әкей, Гүміш келе ғой, мына кісі өздеріне айтып жүрген Алматыдағы досы Молдабек әкей. Жанындағы ұлы Тәңірберген мені іздеп келіпті. Ал мына шабандоз бәйбішемнен туған жалғызым қызым Гүлім, деп таныстырғанда әлгі қыздың ат құлағында ойнайтын өнеріне тәнті болдық. Әкем, бақытты бол айналайын, ат үстінде керемет отырады екенсің, деп таңданысын жасыра алмады. Гүлім, таныстығыма қуаныштымын. Әкем сізді аузынан тастамайтын. Келгеніңіз қандай жақсы болған, деді де, әке, мен жуынып киімімді ауыстырып келейін, деп орнынан тұрып кетті. Бет жүзін анық көре алмасам да, сұлбасынан бойшаң, ет жеңді екенін байқап қалдым. Осы кезде бұл қыз бәйбішенің жалғыз қызы болса, Сәбира ше, деген ой басыма сап ете қалды. Бұл сұрақтың күрмеуіне оранып ойланып кетіппін. Бір кезде әкейдің бәйбішесі, Сәке, дастарханға жүріңіздер, ет дайын болды, деген соң беті қолымызды шайып үйге кірдік. Төр жаққа жайғасқан соң әкейдің отбасы мүшелері толық жиналды. Бір қауым ел болды. Үлкені бар, кішісі бар, арасында ару қыз да, кішкентай балалар да бар. Құдай-ау, бұл үйде қанша адам тұрады өзі, деп іштей таңданып отырғанымда Сабырхан әкей отбасымен таныстыра бастады. Әкейдің 4 әйелі бар екен. Біз отырған үй бәйбішенікі екен. Ал ауладағы 3 үй кейінгі әйелдерінікі екен. Қазақта алдымен бәйбіше, екіншісі тоқал, үшіншісі сайқал, төртіншісі аққолтық деп атайды ғой. Ал осындағы балашаға осы кейінгі 3 әйелінен екен. Бәйбішесі үйленгеннен кейін біраз уақыт сәби сүйе алмай жүріп, жаңағы Гүлімді жасы өте босанып, онан кейін құрсақ көтере алмапты. Сөйтіп Сабырхан әкей соғысқа кетіп, ауыр жарақат алып, соғыс аяқталмай жатып, елге оралғанда сұм соғыс жалғыз інісін жалмап, бәйбіше келінін 2 баласымен қолына кіргізіп алыпты. Онан кейін аш-жалаңаш жүрген бір жесірді де бір қызымен қолына кіргізіп алыпты. Сөйтіп, және ешкімі жоқ, күйеуі соғыста қаза тапқан, басқа жақтан ауып келген аққолтықты да аяп, бір баласымен қолына алып, 4 әйел әкей соғыстан оралғанша бір-біріне сүйеу болып, балаларына бір қазаннан тамақ беріп, азын-аулақ малды бағып, егістіктен масақ теріп, күндерін көріп отырған екен. Әкей оралған соң бәйбіше інісінің әйелін әмеңгерлікпен аласын, ал ана екеуін 3-ші, 4-ші әйел етіп, жесір мен жетімдерге пана болып, қаңғыртпай өз қанатының астына ал. Мен басқа құрсақ көтере алмадым, осылармен ұрпағың көбейеді, деп көндірген екен. Содан бір ауладан үй соғып, жесір мен жетімдерді қанаттың астына алып, 4 әйелден ұрпақ өрбітіп, бір аулада тату-тәтті тұрып жатқан жайы бар екен. Кейінгі әйелдерінің балалары бәйбішені Дәу апа деп атайды екен. Бәйбіше өте ақылды, сабырлы, мейірімді жан екені көрініп тұреді. Осы әулетті басқарып, күйеуінің балаларын бөліп жармай, барлығына мейірімін төгіп, бір аулада ұстап отыру деген оңай шаруа емес қой. Мұны естігенде әкем екеуміз аң-таң болдық. Жаңағы ару қыз 3-ші әйелімнен еріп келген қыз болып шықты. Осы кезде бәйбішенің қызы Гүлім кіріп келді. Ол да аққұба келген, өте реңді еді.
ұзын бойлы ет жеңді шымыр қыз екен. Қолаң шашы беліне түседі. Жаңағы шабандоз қыз бен мына ұзын көйлектегі қыз екеуі екі басқа екен. Әкесі осы қызын ерекше жақсы көретіні байқалып тұр еді. Гүлімді төрге шығарып менің жаныма отырғызды. Бой жетіп отырған қыздары Сәбира мен осы Гүлім екен. Гүлім жаныма жайғасқанда төмен жақта отырған Сәбираш отты жанарымен маған бір қарады да орнынан тұрып кетіп қалды. Оның мұнысын мен түсіне алмадым. Маған ренжулі ме екен деп ойлап қойдым. Ет жеп сорпа ішіп болған соң әкейдің кейінгі әйелдері мен балалары өз үйлеріне тарқасты. Біз үлкен үйде қонақ бөлмеге жайғастық. Әкем досымен біраз уақытқа дейін әңгімелесіп отырды. Мен әлгі Сәбирашты ойлап, әкем осы қызды алып берсе болар, үйленемін деп қиялдап жатқан болатымын. Әлден соң әкем жаныма келіп, «Тәкіш, ұйықтап қалмадың ба?» деп сұрады. Мен, «Жоқ, жаңа күндіз ұйықтап алдым ғой» деп едім. Әкем, «Тәкіш, мен сені осында өзіне қалыңдық көрейік деп еріп келдім. Өзің көріп отырғандай Сабырхан әкенің әулеті өте керемет. 4 әйелді ептеп бала шағасымен тәтті тұрып жатқан жайы бар. Балалары да өте тәрбиелі. Досым мен құда боламын. Осы үйдің қызын саған жар етіп алып қайтамыз. Сабырханмен бұл жайлы ақылдасып, сөйлесіп, келісіп те қойдық. Дегенінде таң қалмадым. Әке, дегеніңіз болсын, маған Сәбира ұнады, мен қарсы емеспін. Дей бергенімде әкем, Сәбирасы әлгі 3-ші әйеліме еріп келген қыз ба? Ол Сабырханның тұқымы емес қой. Тек сізді қайтесің. Өй, сен де осынша жасқа келіп адам тани білмейді екенсің. Бәйбішенің қызы саған жақсы қатын болады. Шешесіне қарап қызын ал деген Гүлімге үйленесің, деп шорт кесті. Сөйтті де, ал жатып ұйықта, ертең сөйлесеміз, деп теріс қарап жатып алды. Қиялым сағым болып, көзден ғайып болды. Әкемнің қыңыр мінезін білем ғой, айтқанынан қайтпайды. Оның шешімінен кейін біртүрлі жүрегім қысылып, жаным құлазып сала берді. Сәбираштың отты жанарының мәнісін енді ұққандай едім. Ертесіне таңғы ас үстінде Сабырхан әке бір отбасы мүшелерін жинап, Гүлімді маған жар етіп беретін жайлы айтты. Бәйбіше көзіне жас алып, бізге бақ тілеп, маңдайымыздан сүйіп қалған отбасы мүшелері де жаңа туыстығымызға құтты болсын айтып құттықтап жатты. Әкем де мәз болып арқамнан қағып, «Тәкіш, көрерсің, осы қызбен бақытты боласың», деп бақ тілеп, Гүлімнің маңдайынан сүйіп, Сабырхан дос екеуі төс қағыстырып, құда болып, үй іші абыр-сабыр болып кетті. Тек менің көңіл қошым болмады. Бірақ ішкі күйзелісімді ешкімге білдірмедім. Сәбираға қарап едім, екеуміз жанарымыз түйісіп қалды. Оның да жанарынан бір мұңды байқағандай болдым. Бір кезде жанарынан жас ыршып кетті де, жүзін төмен салып, жүгіре басып, қонақ бөлмеден шығып кетті. Терезеге қарап едім, бақша жаққа қарай жүгіре басып кетіп барады екен. Артынан барғым келіп қозғала бергенім сол еді, әкем жеңімнен тартып қалды. Сөйтсем, көзі қырағы әкем мұның барлығын байқап тұр екен. Қош, сонымен Гүліммен атастырылып, әкем болашақ келініне арнап әкелген сыйын бәйбішеге ұсынып жатты. Әкем болашақта алыстан көздейтін адам ғой. Осында мені үйлендіріп алып кетемін деген нық шешіммен, дайындықпен келген екен. Демек, мұнан әжем мен анамның да хабары бар. Сый кәделерін қалың малына дейін даярлап әкеме беріп жіберген. Әкем алғашқы жөн жоралғысын барлығын жасады. Сөйтіп ертесінде Гүлімнің өлтірісін беретін болып, отбасы ақылдасып, барлығын жоспарлай бастады. Қыздарын осы үйінен ұзатып, бізбенен бірге қосып жіберетін болды. Ал әкем Алматыға оралған соң көп кешікпей құдалық той жасайтын болып, осындағыларды сонда күтуге алдын ала шақырып та қойды. Сонымен әп-сәтте тағдырымыз шешіліп, осы үйдің күйеу баласы бола шыға келдім.
Ал Сәбирашты, ғашығымды, қиялымдағы ару қызды сол таңғы астан кейін мүлде көрмедім. Шешесінің үйінен шықпай қойды. Тек ертесінде ғана Гүлімнің өлтірісін таратып жатқанда бірақ келді. Баяғы сыңғырлаған күлкісі жоқ. Апалары, Сәбиш әпкесін қимай көңіл қошы жоқ болып жүр, деп қояды. Шынымен солай ма? Ол жағын біле алмадым. Менің де жүрегім ауырып, ару қызды қимай оған ұрланып қарай беремін. Бір кем дүние-ай. Осынша жыл қиялдаған аруымды кезіктірдім ба дегенімде тағдырдың жазғанын-ай. Амал қанша? Әкеме қарсы келуге, тағдырға қарсы келуге батылдығым жетпеді. Сөйтіп онда және 2 күндей болып, Гүлімді қолынан ұстап жетектеп кете бердім. Көлікке отыра бергенімізде Сәбираш келіп әпкесімен жылап қоштасты. Сөйтті де маған қарап: «Қош болыңыз, жездеке, бақытты болыңыздар. Жақсы күндерде жолыққанша», деп жанары жасқа толып, қараған көзқарасы көпке дейін жадымнан кетпеді. Сөйтіп оңтүстіктен жарыммен бірге оралдым. Келген соң әже мен анам, аға жеңгелерім, інілерім мен туыстарым бізді қуана қарсы алды. Гүлімнің басына ақ жаулық салып, қара шаңырақтың босағасын 10 аяғымен аттатып, келін етіп түсіріп алды. Гүлім ата-анамның көптен күткен келіндер еді. Мал сойып, туған туыс, ауыл-аймақты шақырып, үлкен беташар жасады. Той өткен соң кешқұрым жеңгелерім ақ жайма салып, жарымды қойныма келіп салды. Сөйтіп ешқандай сезімсіз жар құштым. Дегенмен уақыт өте келе Гүлімге де үйрене бастадым. Гүлімнің мінезі өте жайлы еді. Ақылды, сабырлы, үй шаруасын өте епті, шымыр, қара жұмысқа төселген мықты келіншек болды. Осы үйдің бар шаруасын дөңгелетіп әкетті. Әже мен анам келіндеріне дән риза еді. Күнде таңертең ерте тұрып, сиырды сауып, сүтін пісіріп, қою шайын демдеп, үлкендер шыққанда иіліп сәлемін салып, әжем мен әке-шешемнің ақ батасын алып жүрді. Араға көп уақыт салмай аяғы ауырлады. Ата-анам келіннің іші білінбей жатып, құдаларды шақырып, бір міндетімізден құтылып алайық деп. Осы арайда Гүлімнің ата-анасы мен бауырларын шақырып, құдалық той жасады. Осы кезде баяғы жүрек құрғыр өрікпіп, Сәбираш, сұлу қыз, ару қыз есіме түсіп, келген қонақтардың арасынан көзіммен соны іздей бердім. Алайда ару қыз келмепті. Сөйтсем, Гүлімнің артынша әкесі құда түсіп келген бір кісілерге ұзатып жіберіпті. Содан ару қыз өзгенің құшағында біреудің жары атанып кете барған екен ғой. Мұны естігенде көңілім құлазып, соңғы сәттегі Сәбираштың жанары жасқа ашыланып, қош деген сәті көз алдыма келе берді. Тағдырыма налый алмадым. Құдалық өткен соң баяғыдай өмірім жалғаса берді. Көп ұзамай тұңғыш ұлым дүниеге келді. Әке атанып, бойымды бір керемет сезім биледі. Бір уыс болған ұлымды қолыма алғанымда еріксіз көзіме жас келді. Бір тамшыдан ғана жаратылған, өзіңнен шыққан тұқымынды, тұяғынды, артынды, ізінді жалғастырар ұрпағының жұпар иісін сезу деген қандай ғанибет еді. Үйдегілер де немерелерін қолға алып қуанып жүр. Әкем мені ерекше жақсы көретін еді. Тәкіш деп өзге аға інілеріме қарағанда маған қатты сөйлей бермейтін. Осылай өмір сырғып өте берді. Гүлім екінші ұлыма аяғы ауырлағанда әжем кәріліктен дәм тұзы таусылып бақилық болды. Жаратқаным пешенемізге жазған ғұмырды жазғанын, қанша ғұмырды жазғанын білмейміз ғой. Әжемізді арулап соңғы сапарына шығарып салдық. Әкеме анасының қазасы қатты батып, бірнеше күн жатып қалды. Тек уақыт өте келе ғана қайта қалпына түсті.
Тірі адам тіршілігін жасайды демекші, уақыт бір орнында тұрмайды. Баяу сырғып өмір жалғасып жатты. Екінші ұлым дүниеге келді. Осылай гүлім араға 1-2 жыл салып, бірінен кейін бірін босанып жатты. Мен баяғы жұмысымды істеп жүрдім. Әке-шешем үйде, немерелерін қолдарына алып, бірін жетектеп, солардың қызығын тамашалап жүріп жатты. Екінім де үйленіп, үйлі жайлы болды. Кейінірек жұмысым жоғарылап, сауда-саттық жағына қарай ауыстым. Іс-сапармен көршілес елдерге шығатын болдым. Ата-ана мен бала-шағадан жырақтау шығып, бостандықты сезіне бастадым. Жасым 40-қа таяған уақытта көңіл шіркін алабұртып, жас иісті аңсайды екен. Қызметім бар, дүние байлықта жетеді. Әйелім жағдайымды жасап, жақсы күткеннен бабымда едім. Содан кезекті іс-сапармен Қырғыз елінің бас қаласында барғанымда әріптестермен мейрамханада тамақтанып отырып, Сәбирашты көргендей болдым. Ару қыз дегенімде баяғы нақ сол Сәбираш емес, тура соның көшірмесі дегейсің. Сол мейрамханада даяшы болып жұмыс істейтін жап-жас сұлумен таныстым. Тап сол баяғы қылшылдаған 27 жастағы қалпыма қайта түстім десем де болады. Әлгі сұлуды көргенімде жүрегім дүрсілдеп, тұла бойым шымырлап қоя берді. Қырғыздағы соңғы іс-сапарынан кейін бар ойым әлгі сұлу ару махаббатта ауды. Қанатыма жел бітіп, ақша бұлттардың арасында қалықтап ұшып жүргендей едім. Махаббатпен көктем айында танысқан болатынмын. Табиғатпен бірге менің де бар болмысым жаңарып, ерекше бір күйге түстім. Жұмыс бабын сылтауратып, араға аз уақыт салып, Қырғызға және бардым. Бұл жолы арнайлап махаббатпен жолығуға іздеп бардым. Жұмысына барып, кешкісін оңашада сөйлесуге шақырып едім, қарсы болмады. Сөйтіп, жұмыс аяқталған соң қаланың у-шуынан тысқарылау жердегі бір мейрамханаға және қонақ үй комплексіне апарып, оңашада отырып сөйлестік. Қыз менен біршама жас кішілігі бар еді. Махаббаттың бойынан құдды Сәбираны көретінмін. Түр-тұлғасы анық соның жас уағындағы көшірмесі еді. Арманда кеткен Сәбирашты, ару қызды қайта тапқандай керемет сезімде едім. Оны жоғалтып алатындай, қалай да болса дегенме көндіріп, онымен бірге болғым келді. Сезім мен нәпсінің жетегінде кетіп, осы ісімнің бұрыстығына мән беріп, тереңнен ойланбадым, ойлағым да келмеді. Жасы келіп қалған әке-шешемнің, гүлімнің, балаларымның алдында кешірілмес күнәға батып жатсам да, осы күнімнен, осы шағымнан ләззат алғым келді. Махаббатта жас ерекшелігіміз менің отбасылы екеніме қарсы болмады. Алматыға барып, сонда жұмыс істеп, тұрақтап қалғысы келгенін айтты. Мен оның мұнысына тіптен қуанып, оған қолымнан келгенше сол жақтан жұмыста, тұратын пәтерде тауып беруге, қаржы жағынан да көмектесіп тұруға уәде еттім. Тек менімен бірге болсан болғаны деп едім, ол қарсы болмады. Сөйтіп, сол кеште мейрамханада махаббатпен шарап ішіп, әңгімелесіп, кеш соңында жоғарыдағы қонақ үйдің бір бөлмесін жалға алып, көңіліміз жарасып, сылқым сұлу махаббатпен керемет түнді өткіздім. Содан келесі айдың басында оны Алматыға күтіп алатын болып, келісіп, құшағыма қысып, құшарлана иіскеп, қимай-қимай Алматыға қайттым. Бір ай маған 1 жылдай созылып кеткендей болды. Әйтеуір уағдаласқан күні оны автобекеттен күтіп, алдын ала Зейнеттегі бір орыс апаның жер үйінің алдындағы жалға қойып қойған 2 бөлмелі кішірек времянкасына алып бардым. Іші таза, жылы, жиһазы да бар. Шағын 2 бөлме махаббатқа да ұнады. Жайғасып болған соң жаңа жұмысын мекен-жайын беріп, ертесін ерте сол мекемеге менің атымнан барасың деп жұмыс орнында дайындап қойдым.
Қош, әйтеуір не керек, махаббат жаныма жақын жерде, көз алдымда жүрсе екен деп бар жағдайын жасауға тырыстым. Ол орналасып алған соң онымен 2 күннің бірінде кездесіп тұратын болдық. Кейде үйдегілерге іс сапарға барамын деп 2-3 күндеп махаббаттың жанында қонып қалатын болдым. Осылай жүргенімде бір күні Гүлім іштей бірдеңені сезді ме? Тәкебай, осы сен соңғы күндері өзгеріп кеттің. Біреуді тауып алғаннан саумысың? Деп сұрақты төтесінен қойып қалғанында сасып қалдым да артынша. Тауып алсаң қайтер едім? Сенің әкең секілді 4 әйел алмасам да бір тоқалға қалай қарайсың? Анаң секілді сыдырып отырар ма едің? Деп мен де сұрағына сұрақпен төтесіне жауап қайырып едім. Гүлім, сен өзіңді менің әкеммен салыстырма. Әкем жетім мен жесірді өз панасына алып сауапты іс жасады. Ол кезден соғыс уақыты еді. Анам апаларыма жаны ашып, жанына алып әкемнің ұрпағы көбейсін деп, апалары мен бауырларым жетімдіктің зарын тартпасын деп әкемді үйленуге көндірді. Бұл тағдыр. Ал сенікі нәпсі құмарлық, әлсіздік пен тоқшылықты көтере алмағандығын болады, деп қатты айтып тастады. Негізі Гүлім мінезі салмақты болғанымен қыз уағында не бір асауаттарды қолға үйретіп аттың құлағында ойнаған мықты қыз еді ғой. Өздігінен ешкімге артық ауыз сөз айтып тиіспейтін, ал себепсіз ашуына тиіп жатқанды мүрідің оғындай бір ауыз сөзбен жайпап салатын. Бұл оның жастайынан қалыптасқан мінезі еді. Осы уақыт аралығында маған 5 ұл бала туып берді. Ата-анама қарап, балаларды тәрбиелеп, үйдің бар шаруасын дөңгелетіп отыратын. Кейде оған қарап отырып, өзімнің істеп жүрген ісіме іштей қатты қысылатынмын. Бірақ қылықты да тәтті махаббаттан да бас тарта алмайтынмын. Махаббатты жанымда жақсы көретінмін. Оның жанында бүкіл әлемді ұмытатынмын. Осылай екі жақта өмір сүріп жаттым. Уақыт өте келе, махаббат, тәкон, мен қашанғы мына жалдамалы пәтерде тұра бермекпін. Маған үй алып берсеңші, 2-ші әйелім болсам да ризамын. Жасым болса өтіп барады, сәби сүйгім келеді, деп жиі айтатын болды. Бұл нәрсе менің ойымда болатын. Ерте ме кеш пе осылай істемесем, Сәбираш секілді махаббаттан да айырылып қалуға қорқатынмын. Алайда мұны алдымен әкеме қалай айтпақпын? Гүлім мен ес біліп қалған ұлдарым ше, олар қалай қабылдар екен деп басым қата бастады. Осылай жүргенімде бір күні махаббат аяға ауыр екендігін айтты. Мұны күтпеп едім, абдырап қалдым. Енді бұл мәселені ертерек шешпесем болмайтын болды. Бірақ қанша оқталсам да әкеме айтуға бата алмай, махаббатқа әне-міне деп уақытты созып жүре бердім. Уақыт деген зуылдап өте берді. Махаббат декреттік демалысқа шығып, босануға дайындала басталды. Бір күні әдеттегідей іс сапардамын деп махаббаттың жанында жатқанымда хозяйкамыз Жанна әжей «Тако, тебя просит к телефону» деп үйіне шақырды. Әжейдің үйінің номерін сенімді 1-2 досыма ғана берген болатынмын. Аса шұғыл жағдайда ғана хабарласыңдар деген болатынмын. Барып тұтқаны көтерсем, жақын досым екен. Әкем қатты науқастанып ауруханаға түсіп қалыпты. Жағдай нашар дейді. Үйдегілер қиын жағдайда отырғандығын айтып, тез жетпесем болмайды деген соң дереу көлікке отырдым. Сол кеште аздап шарап ішкен болатынмын. Алайда оған да қарамадым. Ауылға қарай құстай ұштым. Ауыл мен Алматының арасы 1 сағаттай жол еді. Үлкен трассада жоғары жылдамдықпен келе жатып, қараңғыда жолдан өтіп бара жатқан ірі қара малды қағып, көлігім 2-3 рет аударылып, көлікке қысылып, есімді жоғалтыппын. Содан қанша жатқаным белгісіз, ауруханада есімді жидым. Кеудемді көтере алмай, аяқтарым жансызданып қалған секілді.
Бір кезде медбике келіп дәрігерді шақыртты. Дәрігер қабырға мен аяғым сынып, басыма зақым келгенін, ота жасалғанын айтты. Енді біраз уақыттан біздің бақылауымызда боласыз. Тез сауығып кетіңіз деп жағдайымды тексеріп шығып кетті. Ал жақындарымнан ешкім жоқ. Медбикеден сұрап едім. Әйеліңіз осында қазір келеді деді. Бір кезде бет-аузы ісініп, жүзі солғын тартқан гүлім кіріп келіп мені көре салып: «Тәкебай, атамнан айырылып қалдық, бекем бол» деп булығып жылап жіберді. Мұны естігенде төбемнен жай түскендей болды. Әкем соңғы кездері оқ тиген аяғы қақсап, кей түндері көз ілмей шығады екен. Соғыстан қалған із, жасы өткен сайын денсаулығы сыр беріп жүреді. Алайда мұнысын анамнан басқаға білдірмеуге тырысады екен. Балаларым уайымдамасын дегені болар, өзі де мінезі тұйық адам еді ғой. Әкемнің өмірінің соңғы сәтінде жанында бола алмай қалған, жете алмай алдым. Денсаулығыма байланысты қабіріне бір уыс топырақ салуға да бара алмадым. Әкемнің жаназасында жалғыз өзім кереуетке таңылып, өзегім өртеніп, іштей өз-өзімді кінәлап, екі көзіммен жас парлап, шарасыздықтан үн-түнсіз төбеге телміріп жаттым да қойдым. Ертесінде балаларымды алып, бауырларымен гүлім келіпті. Анамның мазасы болмай үйде жатыр дейді. Махаббатпен алданып, қу нәпсіге еріп, көңілдесімен бақыттан басым айналып жүргенімде әкем ауырып жүрген екен ғой. Кейінгі уақытта бар ойым үйден жырақта болып, отбасыма көңіл бөлуді қойған екенмін. Әке-шешеме де қарамаппын. Адам секілді қал жағдайларын біліп, шүйіркелесіп, әңгімелесуден қалған екенмін. Әкемді ойлап, өкініш өзегімді өртеді. Жүрегім қысылып, жаным ауырды. Осы орайда әкемнің мезгілсіз қазасынан махаббаттың жайы да ұмыт болды. Өзімнің жартысы мынау, өздігімнен тұра алмаймын, жүре алмаймын, тіпті отырып адам секілді ас та іше алмаймын. Гүлімге күнім қарап қалды. Ауруханада мені жас балаша тамақтандырып, тосып, астымды тазалап отырған жайы бар. Одан қалса әкемнің қазасына көңіл айтып келушілер бар. Анамның жайы белгілі. Үйдегі мал жан бар, ұлдарым сабағы бар дегендей. Бәрінен бұрын гүлімге көп салмақ түсті. Байғұс бәйбішем сонда да ештеңесін білдірмей, жалғыз өзі барлығына қарайлап, екі ортада шыр көбелек болып жүрді. Арада біраз уақыт өткен соң ауруханадан шығып үйге оралдым. Ағашқа сүйеніп, ақырындап жүре бастап едім. Ол кезде сымсыз ұялы телефон деген жоқ, үйдегі телефоннан махаббатқа хабарласудың ретін таппай жүргенімде, үйге жағдайымды сұрап жақын досым келді. Екеуміз оңаша қалғанымызда махаббаттың мерзімінен бұрын қыз бала босанғанын айтты. Байғұс мен ұшты күйлі жоқ болып кеткен соң не істерін білмей қатты уайымдапты. Жұмыс жағымнан телефон соғып, тұтқаны үлкен ұлым көтеріп, менің ауруханада жатқанымды айтыпты. Көлік апатына түсіп жүре алмай қалғанымда содан естіпті. Қазір өзі ауруханада жатыр екен. Мұны естіген соң қалаға баруым қажет екенін түсіндім. Қандай болмасын, менің баламды дүниеге әкелді ғой. Алайда көп отыра алмаймын, өздігімнен жүре алмаймын. Енді ғана ес жиып, бас көтеріп отырғаным осы еді. Содан досыма махаббатты табыстап, оған мен аяққа тұрғанша көмектесе тұруын өтініп біраз қаражат бердім. Бар жағдайымды түсіндіріп айтарсың, ауруханадан шыққан соң хабарласамын деп сәлем айтып шығарып салдым. Іштей көңілім құлазып, қызды болғаныма да қуана алмадым. Өйткені әкемнің қазасынан кейін әлі де өз-өзіме келе алмай жүредім. Өзімді кінәлі санайтынмын. Осылай жүргенімде әкемнің 40-да келді. Жақындарымыз жиналып әкемнің аруағына мал сойып Құран бағыштап болған соң денем құрысып өз бөлмеме кіріп жатып қалатынмын. Көзім ілініп кетіпті. Бір кезде анамның: «Әй, Тәкіш,
Қараң қалғыр, тұр орнынан деп мені жылқы сөйлеген анамның даусынан оянып кеттім. Қарасам, үстімнен анам төніп тұр, қабағы қатулы. Апа, не болып қалды деп ақырын орнымнан қозғалып отырып едім. Есіктен қолына ақ жөргекке оралған нәрестені көтеріп Гүлім кірді. Екі кештің арасында ұйықтағанам ба, басым мең-зең болып, өң мен түсімді ажырата алмай отырғанымда анам: біз сені отбасын асыраймын деп жұмыс істеп жүрма десек, қалада бір қатынмен әуей болып бала тудырыпсың ғой. Ол сайқал мына бейкүнә нәрестені сенің қызың деп Гүлімнің қолына ұстатып тайып тұрыпты. Осы рас па? Дегенде төбемнен жай түскендей болды. Гүлімге қарасам, нәрестені көтерген күйі, екі бетін жас жуып, маған сұраулы жүзбен қарап тұр екен. Қапелімде не дерімді білмей, аузыма сөз түспей қалды. Қалайша? Махаббат қалай ғана үйіме келіп қызымызды тастап кеткен? Бұл мүмкін емес, деп іштей күбірлеп Гүлімнің қолындағы нәрестеге жақындап, бетін ашып қарасам, томпиып пысылдап ұйықтап жатыр екен. Осы жерде іштегі бар өкінішім, әкеме деген сағынышым, істеген күнәларым үшін ар-ожданым қысып, намыстанып, ұяттаны өртеніп, ащы өксік тамағыма тығылып тұрды. Тізерлеп отырып, қатты еңкілдеп жылап жібердім. Өз-өзімді тоқтата алар емеспін. Менен мұндайды күтпеді ме? Анам мен Гүлім абдырап қарап қалды. Анам да отыра қалып: Тәкіш, қойш, мұның не, еркек емессің бе, еңкілдеп жылағаны не? Өксігінді басып, дұрыстап түсіндірші бізге, деп жатыр. Гүлім баланы кереуетке жатқыза салды да барып су әкеліп: Тәкебай, қойш, мұның не, балаларды шошытасың. Қойш енді, дұрыстап айтшы, әлгі Махаббат деген әйелдің айтып кеткендері рас па? Мұна нәресте расында да сенің қызың ба? Деп сұрап жатыр. Менде оған қарауға бет жоқ. Басымды изей бердім. Су ішсем де өксігімді баса алар емеспін. Содан анам маған қатулы көзімен бір қарады да шығып кетті. Гүлім үндемей орнынан тұрды да: Обалы жоқ саған, Тәкебай. Іштей сенің басқа біреуің бар екенін сезетінмін. Қояды ғой, уақытша болар деп. Іштей күйзелсем де өзіне білдірмедім. Өйткені сенің маған ешқандай сезімсіз үйленгеніңді білемін. Алайда осындайға дейін жеткізеді деп ойламаппын. Нәресте не жазығы бар еді? Әлгі нақсүйерін сәбештің жас кезінен аумайды екен. Оны мен не үшін әуей болғанында да түсіндім. Амалым қанша, мен де әкеме қарсы келе алмадым. Оның үстіне өзіңді де ұнатып қалған едім. Мені сүймесе де, мен оны сүйемін, бар махаббатым мен жүрегімді жаулап аламын деп ойлаған болатынмын. Алайда қателескен екенмін. Мұны жаңағы келіншекті көргенде түсіндім. Енді қаншалықта қайғырсан да, ол мені іздемеңдер, еліме қайтамын. Мына қызды әкесі өзі бағып алсын, деді. Менің қолыма ұстатты да, мен әй деп сөйлегенімше келген көлігіне отырды да ызғып кете қалды. Тәкіш, қызың екені рас болса, далаға тастамаймыз ғой. Ел не десе де бауырымызға басып бағып аламыз. Сен балаға қарай тұр, мен барып көрші Айман үйінен ешкінің сүтін алып келейін, деп көзінің жасын сүртіп шығып кетті. Гүлімнің адамгершілігіне риза болдым. Қайран әкешім, шешесіне қарап қызын ал деп текке айтпаған екен ғой, деп әкемді еске алдым. Ал қылықты да тәтті махаббаттың бұлай істегеніне қатты күйзелдім. Мені сүйемін, екінші әйелім болсан да разымын деген Махаббат кішкене қиындыққа шыдай алмады. Іштен шыққан баласын тастап тайып тұрды. Аз ғана шыдай тұрса болатын еді ғой деп бойымды ашу ыза кернеді. Тұра тұр. Аяққа тұрып алайын, бәрібір іздеп тауып аламын. Осы істеген үшін жауап бересің, деп кіжіндім. Содан Гүлім Махаббаттың қызын бауырына басып
қарай бастады. Анам мен ұлдарыма өзі түсіндіріп айтыпты. Анам маған әлі де ашулы еді. Біраз уақытқа дейін сөйлеспей жүрді. Тірі адам тіршілігін жасайды дегендей мен аяққа тұрып қайта жұмысқа шықтым. Махаббатты іздеп қырғызға бармадым. Өйткені анам Тәкіш осыдан әлгі шөп желкені іздеп, отбасын шырқын бұзып, даладан тауып келген қызынды өз баласында қарап отырған адал жарың Гүлімнің көңіліне қаяу салар болсан, мен сені өле-өлгенше кешірмеймін. Олай істер болсан, сен шіріген жұмыртқасың деген сөзінен кейін махаббатты іздеп тауып алам деген ойынымнан айныдым. Алайда оны ойласам ішім күйетін. Сол іштегі күйікті басу үшін ащы суға әуес бола бастадым. Кеңес үкіметінің кезінде ащы судан татып алмайтын адам кем еді ғой. Әріптестерім басым көпшілігі онсыз жиын той өткізбейтін. Орыстар бізге оны ішуді үйреткенімен мөлшерін үйретпепті. Әкемнің көзі кеткелі ішімдікке әуес болып, әріптестерімен бірге бір сылтау тауып, демалыс күндері жиі бас қосып, ащы судан аздап сілтейтін болдым. Кейінірек мұндай кештерімізге бойдақ келіншектер де қосылатын. Мұндай ортада жаным жай тауып, көңілім көтеріліп, сергіп қайтатынмын. Іс сапарға шыққанымда қылмыңдаған келіншектердің көңілін тауып, күнәға бел шемнен батып жүредім. Менің бұл жүрісіме Гүлім үндемейтін. Кей түндерді мұрны пышылдап, көзінің жасын ешкімге білдірмей сығып алатын. Оның мұнысын байқасам да, байқамағансып, түк болмағансып жүре беретінмін. Ес жиып ақыл тоқтататын кезде керісінше шайтан азғырып тура жолдан тайдым. Пендешілікке салынып, қу нәпсінің жетегіне ере бердім. Құдай қосқан некелі адал жарымның, балаларымның анасын қадірлемедім. Үйдің бар тіршілігін, ауыртпалығын сен кезінде шабантоз болған тақымы мықты қыз едің. Қазірде өз бабында мықты қатынсың ғой, деп әзіл қалжыны аралас Гүлімнің мойны іліп қоя салған едім. Ұлдарымның сабақ үлгерімін, үйдегі мал жаңада қарамаппын. Сұсты жанарына ақ мысы басып тұратын әкем кеткелі арқаны кеңге салдым. Жол апатына түсіп, бір өлімнен қалсам да тәубеме келмедім. Әкемнің қазасы да уақыт өте келе ұмытыла бастады. Тек кейде оның болашақ жайлы ескертіп айтқан ақылы тура келіп жатқанда ғана іштей оның ойлап, жаным ауырып қалатын. Мұндай ойлардан арылу үшін де ащы судан татып алатынмын. Кейде қатты қызып қалып, мыңжындап көп сөйлей бастағанымда Гүлім қолтығымнан демеп бөлмеме апарып жатқызып қоятын. Еш күнәсі жоқ, періште Гүлімге де кейде әкіреңдеп ұрсыса кететінмін. Тіпті қараптан-қарап құтырып, қол жұмсағымда келетін. Мұндайда бәйбішем екі қолымнан ұстап алып, үстіме шығып, тақымын қысып алып, қимылдауыма мұрша бермей қоятын. Біраз жасқа келсе де, Гүлімнің күші таймаған, әлі де мықты еді. Судан мен қойдым Гүлеке, болды деп қоя салатынмын. Жасы келіп қалған анам да кейде мені жас баладай көріп, әй Тәкіш, сенің мына ішкенің мүлде дұрыс емес. Мұның не сенің? Не жетпейді саған? Отбасын, бала-шаған бар жаныңда, асты үстіне түсіп бәйек болған әйелім бар. Қойсашы мұныңды. Ұлдарында ері жетіп қалды. Ел жұрттан ұят емес пе? Деп кейде тәубеме түсіріп қоятын. Мұндайда жақсы апа, деп біраз уақыт ішпей жақсы болып жүретінмін де достарымен кезекті бір жиында және тойып алатынмын. Бір күні қалада осындай бір жиында орыстың Надежда атты бойдақ келіншегімен танысып, ащы судың арқасында таңертең сол келіншектің үйінде оның қойнында ояндым. Надежда бір мекемеде бір бөлімді басқаратын, басы қатты істейтін, білімді, көзі ашық, көкірегі ояу, сөзі жұмсақ, грамотный келіншек еді. Тамақты да керемет дайындайды екен. Пәтері тап-таза, өте жинақы еді. Сөйтіп, енді осы келіншекпен әуейі бола бастадым.
Қалаға келген сайын бір бөтелке шарабым мен тәттілерімді ешқашан Гүлімге сыйламаған гүлімді алып Надюшаның пәтерінен табылатын болдым. Кейде демалыс күндері ортақ достарымызбен табиғат аясына шығып, сыра ішіп, кәуап жеп демалып қайтатынбыз. Надя менің отбасылы екенімді біле тұра, менімен көңіл қосып жүре берді. Екеуміз қандай тақырыпта әңгіме қозғасақ та ойымыз бір жерден шығып, әңгімеміз жарасатын. Ол маған: «Такон, ты много не пей, себя погубишь. Ты же грамотный, деловой мужик, тебе это не к лицу», деп айта берген соң, оның ақылын тыңдап, мен баяғыдай бет алды ішкенімді доғара бастадым. Тек Надюшаның жанында ғана аздап шараптан ғана ұрттап қоятын болдым. Сөйтіп, жиі болмаса да демалыстарда Надяның жанына келіп, қыдырып, әңгімелесіп қайтатынмын. Ұлдарым ер жетіп, қызым ес біле бастады. Осы орайда сөйтіп кезімде жиған тергенімнің басын құрап, қаладан өз кәсібімді аштым. Ұлдарым мектепті аяқтаған соң осында оқуға келеді ғой деп, қаладағы Ресейге үдере көшіп жатқан орыс ұлтының отбасының 2 бөлмелі пәтерін сатып алдым. Сөйтіп дер кезінде басым істеп, балалардың болашағын ойлай бастадым. Қаншама жыл кеңес үкіметіне адал қызмет етіп, бір тиынына да тиіспеппін. Үлкенім ері жетіп, отан алдындағы борышын өтеуге әскерге кетті. Кейінгілер де ері жетіп, аналарының бір жағына шығысып, қолқанат болып алды. Қызым махаббатқа емес, Гүлім бәйбішеме ұқсап бойжете бастады. Қазақта туған ана емес, бағып өсірген ана дегендей, қызым Айнұр құдды бәйбішеге ұқсаған аққұба, елгезек шымыр болып өсіп келе жатыр еді. 5 ұлым бір төбе, кенже қызым бір төбе еді. Мені үйге тартып тұратын да осы қызым еді. Надяның жанында түнеуге қалғым келмейтін себебі Гүлім емес, осы қызым болатын. Қызымда осыншалықты жақсы көретін боламын деп ойламаппын. Қылығы тәтті, сұлу қызым үшін жүрегім елжіреп тұратын. Мен келгенше анасының жанында мені күтіп отыратын. Мен келіп тәттісін қолына беріп, еркелетіп, құшып, сүйіп түн тыныштығын тілегенімше кірпік қақпай күтіп отырады екен. Өмір өзен дегендей, ал біз сол өзендегі балықтай өзеннің ағымына қарай жүзе бердік. Осы орайда Надя: «Такон, я хочу родить для себя. Как ты понимаешь, я уже в возрасте. Хочу, чтобы в старости лет кто-то подал мне стаканчик воды. Я ни к чему тебя не обязую». деген соң жарайды дедім. Өйткені Надя өте пысық келіншек болатын. Үйі бар, мамандығы бар, туамын десе өзі білсін. Мен қолымнан келгенімше көмектесіп тұруға уәде бердім. Надя екеуміздің қарым-қатынасымыз жайлы әу бастан-ақ арамызды ашып алған болатынбыз. Мен қандай жағдай болмасын, Гүлімнен ажыраспаймын, отбасымды тастамаймын. Ұлдарым мен қызымды жетілдіріп, аяққа тұрғызуым керек. Қартайған анам бар деп жағдайымды түсіндіріп айтқан болатынмын. Ал Надя осының барлығын біліп, түсініп, өз еркімен менімен бірге болды. Мен Гүлімге сезімсіз үйленгеніммен, жасым өте, айналамдағы небір әйелдерді көре жүріп, оған ішкі сезімімді айта алмасам да, мен оның орны мен үшін әрқашан биікте болатын жүрегіммен ұғынатынмын. Алайда оған бұл жайлы айта алмайтынмын. Гүлім мен үшін адалдықтың, адамгершіліктің, жақсы ананың, адал жардың символы еді. Мен осылай жүргенімде балаларымды өзі тәрбиелеп, оқытып, үйдің берекесін келтіріп, малды көбейтіп, анама қарап, бауырларымен жақсы қарым-қатынаста болып, сыйы артып, менің жақсымды жасырып, жаманымды жасырып, жақсымды асырып, көкек анасы тастап кеткен Айнұрыма ана болып, бауырына басып, тәрбиелі, ибалы қыз етіп өсірді. Үлкен ұлым әскерден келген соң үйлендіріп, өз алдына отау етті.
кейінгілерін жоғары оқу орнына түсірді. Бір мамандық иелері атанды. Олар да жұмысқа орналастырып, үйлендіріп, өз алдына үй-жай қылды. Осы орайда анам да қартайып, немерелерінің атын шатастырып, орнынан тұра алмай жатып қалды. Гүлім бәйбішем анамның асты-үстіне түсіп, іші жүрмей қалғанда клизмасын жасап, жас баладай жуындырып, төсек орын тазалап жақсы күтті. Қызым Айнұрда әжесін ерекше жақсы көретін. Көз жанары солған әжесін қолтығынан демеп, таза ауаға шығарып, әлпештеп жүретін. Мұның барлығы Гүлімнің тәрбиесінен еді. Сөйтіп жүріп, асыл анашым дәм тұзы таусылып бақилық болды. Анамды арулап соңғы сапарына шығарып салдық. Осы кезде Надя да менен қыз бала босанып, анамның жаназасына көңіл айтып келген болатын. Жаназадан кейін арада біраз уақыт өткен соң арнайылап Гүлімге келіп, екеуі әйелдерше өзара сөйлесіп, бір-бірін түсініскендей болды. Гүлім Надяны мені тоқалым ретінде қабылдап, араласып тұруға қарсы болмады. Осы кезде ұлдарымның алдында қатты қысылдым. Сонда да ұлдарым Гүлімнің тәрбиесінің арқасында менің барлық қателік пен күнәлі істеріме көз жұма қарап, мені әке ретінде сыйлап, бетіме қарап сөйлеп кейіген емес еді. Осы орайда уақыт өткен сайын бәйбішеме деген ризашылығым арта берді. Тек ақ бәйбішемнің қадірін өте кеш түсінген екенмін. Әттең. Гүлім бәйбішем жер ортасы жастан асқан уақытта жүрек талмасы ұстап ауруханаға түсіп қатты науқастанып қалды. Отандасқанымызға бірталай болған уақыттың ішінде бәйбішем денсаулығы сыр беріп көрген емес еді. Тек осы 1-2 жылда жүрегім қысылады деп дәрі-дәрмек ішіп қоятын. Мен оның мұнысына аса мән бере бермеген екенмін. Жас шағында ұлдарымды өзі босанып, үйге келген соң үй шаруасын істеп, баланы да бағып, малды да қарап шапқылай жүре беретін. Осы жолы есін жоғалтып талып қалғанында есім шықты. Оның солғын тартқан жанары, қуан тартқан жүзін көргенімде, одан айырылып қаламын ба деп жан дәрменім қалмады. Ауруханадан шықпай жанында отырдым да қойдым. Құдайды есіме алып, бәйбішемнің амандығын тілеп дұғада болдым. Келіндерім мен қызым, әке, үйге барсаңызшы, мұнда біз бармыз, мамам жақсы болып келеді. Уайымдай бермеңіз, әлі-ақ жақсы болып келеді деп жұбатқандарымен көңілім орнына түспеді. Гүлімнің алғаш рет асауаттың үстінде ойнақшыған бейнесін көз алдыма келе берді. Кейінірек балдыздарымнан естігенім бойынша Гүлімге сол маңдағы талай жігіттің ойы кеткен екен ғой. Сабырхан әкемен құда болғысы келгендер де көп болған екен. Мұнан әкемнің де хабары болған екен. Осы орайда менің бағым ашылып, әкелеріміздің арқасында Гүлім менің жарым атанды. Текті отбасынан шыққан қыз тектілігін көрсетті. Менің бар мінезімді көтеріп, мастықпен, растықпен істеген талай күнәлі істеріме көзін жұма қарап, сабырмен, шыдаммен отбасын сақтап, әулетіме ұйытқы болып отырды. Әжем мен ата-анамның разылығын алып, оларға адал қызмет етті. Туған туыс пен дос-жараның ауыл-аймақтың арасында сыйлы болды. Менің де осы күнге жетіп, өрісімнің кеңейіп отырған адал жарым бәйбішемнің арқасы еді. Мен ақмақ болыппын. Ол мені түсініп, барымды кешіп, көз жұма қараған сайын мені жақсы көреді. Қайда барар дейсің де, бар білгенімді істеппін. Тұрмыс тіршілікті, бар ауыртпашылықты оның мойнына іліп қойған екенмін. Бәйбішемді алып демалыс орнына апарып, болмаса бір қыдыртпаппын да. Оның жан дүниесіне үңіліп, жанның нені қалайтын сұрамаппын да. Жылы сөз айтып, көңілін ауламаппын. Тізе берсем, менен қателік көп кеткен екен. Жанымдағы бағымды бағаламай, басқа жақта қызық қу нәпсінің құлы болыппын. Әттең-ай, өткен уақытты артқа қайтара алсам ғой шіркін.
Өмірімді сол бәйбішеме үйленген күннен қайта бастасам, оны алақаныма салып аялап өтер едім. Гүлім тәуір болғанша осы ойлар санамды жаулап, өкініш пен ауыр ойлардың шырмауынан шыға алмадым. Бәйбішесіз мына даңғарадай үйге де сыймай кеттім. Гүлімсіз мына үй сұрықсыз, суық көрінетін еді. Арада біраз уақыт өткен соң ұлдарым мен келіндерім бәйбішемді ауруханадан шығарып үйге алып келді. Гүлім тәуір болғанымен бір қолы мен аяғы істемейтін. Оның мұндай халін көріп жүрегім ауырды. Әйтеуір Айнұр қызым анасының жанынан шықпай, дәрісін егіп, массажын жасап, аст үстіне түсіп жүріп, уақыт өте аяққа тұрғызды. Бәйбішем ақырындап таяққа сүйеніп, өздігінен тұрып жүре бастағанда жүрегім орнына түсті. Қаладағы бар кәсібімді ұлдарыма өткізіп, бәйбішемді алып Төркін жағына қыдыртып, Сарыағаш шипажайына апарып, ем қабылдап, біраз уақыт демалып қайттық. Бәйбішеме туған жері жақты ма, беті бері қарап, жүзіне қан жүгіріп, денсаулығы да жақсарып қалды. Енді бар ықыласымды, бар уақытымды тек бәйбішеме ғана арнаймын деп шештім. Надяға да көңіл бөлуді қойдым. Одан туған қызым Әлия есімін қазақшалап өзім қойған болатынмын. Шет елге оқуға кеткен болатын. Сол қызым осында жұмыс істеп тұрақтап қалды. Кейін келіп шешесінде өзімен бірге алып кетті. Әлияның маған ешқандай реніші жоқ еді. Ол ешқашан назарымнан тыс болған емес тұғын. Өз отбасыма қалай қарасам, оларға да солай қарап жағдайларын жасадым. Қызымды оқыттым. Енді өз қолы өз аузына жеткенде шешесін өзің қараймын деп алып кетті. Сөйтіп ұлды ұяға қондырып, Айнұр қызымыз дәрігер мамандығын алған соң, Астанадан қызымызға құда түсіп, беделді кісілер келді. Болашақ күйеу балам шетелде білім алған іскер жігіт екен. Қызымды ұнатып, сөз салып, екеуінің көңілі жарасып, жігіттің ата-анасы алдымыздан өтіп, қызымызға теңгесін тағай келген екен. Бәйбіше мен ұлдарым, келіндерім жақсылап дайындалып, болашақ құдаларды күтіп алдық. Содан Гүлім кит аламыз, құдағиға алтын аламыз, қызметтегі кісілер екен, ұят болмасын деп Қырғыздың бас қаласындағы үлкен базарға бардық. Жанымызда Айнұр, мен, үшінші ұл, келін бар. Былғары киім алатын бір дүңгіршікке. Жанымызда Айнұр, мен, үшінші ұл, келін бар. Былғары киім алатын бір дүңгіршікке кіріп бара жатқанымызда бір әйел арт жақтан келіп, «Бәке, не іздедіңіз? Алатын болсаңыз төменгі бағамен түсіріп беремін» деген дауыс құлағыма таныс секілді естілді. Сөйтіп ақырын бұрылып қарасам, баяғы Махаббат. Біршама жасқа келсе де реңін бермепті. Оны бірден таныдым. Алайда тура осы жерде оны кездестіремін деп ойламаппын. Ол да мені көріп бірден таныды. Қапелімде сасып қалды ғой деймін. Маған бастан аяқ бір қарап шықты да, аузы ашылып, жүзі қурап кетті. Осы кезде жаныма қызым келіп, «Әке, анда сізді мамам шақырып жатыр. Іздегенімізді таптық, сізге көрсетейін деп еді» дегенде Махаббат Айнұрға тесіле қарады. Жанарына жас толып, маған сұраулы жүзбен қарап еді. Мен: «Маман шақырып жатыр ма? Жүре ғой жаным, көрейікші сенің маман керемет қой» дедім де Махаббатқа қарап, «Менің іздегенім сіздің дүңгіршігіңізде жоқ екен» деп қызымды құшақтап, маңдайынан иіскеп шығып кеттім. Ол сол тұрған жерінде қатты да қалды. Шығып бара жатып, көз қиығымен оның жанары жасқа шыланып, жылап тұрғанын байқадым. Іштей өзімнің аяқ қолым қалтырап, әлгі жерден тезірек кетуге асықтым. Жер домалақ дегендей Махаббатты да кездейсоқ кездестіріп қайттым. Алайда жүрегімде оған деген тек аяушылық сезім ғана болды.
сөйтіп сұлу қызыма Алматының төріндегі мейрамханалардың бірінде дүркіретіп тұрып ұзату тойын жасадым. Тойға бүкіл туған-туыс, құда-жекжат, дос-жаран барлығы келді. Бәйбішенің төркін жағы да келді. Баяғы Сәбираш та ол күнде балалардың алды үйленіп, апа атанған салиқалы әйел болған еді. Қуанышымызға ортақтасып, қызымызды қимай-қимай жанарымыз жасқа толып, құтты жеріне шығарып салдық. Кетерінде Айнұрымыз сыңсу айтып, анасы мен бауырларын қайта-қайта құшақтап, сондағы келген қонақтардың барлығын жылатып кетті-ау. Қыз деген ыстық болады екен шіркін. Айнұрымды қимай жүрегім ауырды. Күйеу балам адалынан болып қызымды жылатпай, алақанына салып қадірлесе екен деп, іштей қызыма бақ тілеп қала бердік.